Оқушы жеңесі ұстаз жемісі. Ұстаз өзінің бар уақытын бала тәрбиесіне сарып етуге бел буған тұлға. Әр дарынды жас мықты мұғалімнің арқасында алға өрлейді. Бүгінде облысымызда білімімен көзге түскен оқушылар аз емес. Олардың жаңа белестерді бағындыруына жағдай жасап жүрген мұғалімдер де жетерлік. Ұстаз бейнесі шәкірт үшін адамгершіліктің жоғары үлгісі. Ол оқушыны алға сүйрейтін мотиватор. Сондай педагогтердің бірі Александр Журбенко, информатика пәнінің мұғалімі. Еңбек өтілі 26 жыл. Қазір информатика пәні қарқынды дамып келе жатқан бағыттардың бірі дейді. Предмет информатика это наиболее интересный. Информатика ең қызықты пән. Өйткені бұл даму мүмкіндігі жоғары бағыттардың бірі. Қазір кез келген мамандық компьютермен тығыз байланысты. Бүгінде әртүрлі мамандықтардың информатикамен интеграциясы жүріп жатыр. Сондықтан қандай мамандық болмасын информатика қажет деп санаймын. Сонымен қатар олимпиадаларға қатысып, бақ сынап жүрген оқушылардың болашағы зор екенін атап өткім келеді. Ұстаз еңбегінің арқасында жетістікке жетіп жүрген жастар аз емес. Білім ордасында информатика пәніне қызығатын оқушылардың саны артып барады. Солардың бірі Әкежан Асқар, 11 сынып оқушысы. Түрлі деңгейдегі олимпиадаларға 8 сыныптан бері тұрақты негізде қатысып келеді. Ол шілде айында Саха Республикасында өткен Туймаада халықаралық сайысының абсолютті жеңімпазы. Предмет информатика больше всего интересен тем, что Информатика пәні қызықты. Біріншіден сіз олимпиадаларға қатысқан кезде өз ұпайыңызды бірден көресіз. Өз қателіктеріңіз бен дұрыс жауаптарыңызды біле аласыз. Одан басқа да мүмкіншіліктер жетеді. Дегенмен, жақсы көрсеткішке қол жеткізу үшін барынша тырысу қажет. Ал бұл қызығушылықтар үлкен ортаның қалыптасуына жағдай жасайды. Жас дарындардың қатарында Арнұр Нұрғазин да бар, 9 сынып оқушысы. Арнұр информатика пәнімен қатар математиканы сүйіп оқиды. Бос уақытында домбыра шертіп, жүзумен айналысқанды ұнатады. Тамыз айында Молдова елінде өткен халықаралық олимпиадада қола медаль иеленді. Сайыс 50 мемлекеттен 200-ге жуық оқушыны жинады. Бұл жетістігім өздерім мұғалімдердің де жетістігі деп айта аламын. Сондықтан келешекте де осындай жоғары деңгейдегі олимпиадаларға, сайыстарға қатысып, өз ұстаздарымды қуанта бергім келеді. Осы мерекеде оларға табыс пен сәттілік тілегім келеді. Олимпиадада сәтті нәтиже көрсеткен оқушыларға тек ел ішінде емес, әлемдік жоғары оқу орындарына үлкен мүмкіндік ашылады. Осы тұста ұстаздың қолдауы маңызды. Баланы дұрыс бағытқа сілдеп, мамандық таңдауда көмек көрсете білу нағыз кәсібиліктің белгісі. Конечно, от учителя во многом зависит. Әрине біздің балаларымыздың болашағы көбіне мұғалімге байланысты. Ұстаз оқушыны бағыттап, жаңа дүниелерге үйретеді. Жастардың болашағы мен олардың кейінгі өмірі педагог берген тәрбиемен өрбиді. Сонымен қатар мұғалімнің міндеті балаларды өз пәніне қызықтыра білу. Көп жағдайда мұғалімнің болмысына қарап, оқушылар үлгі алып, болашақ мамандығын таңдап жатады. Оқушының даму барысында ұстазбен ерекше байланыс орнайды. Бұл баланың бойында сенімділік пен табандылықты қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Аружан Таубеков, Аян Мұхтарұлы, Семей телеарнасы.